Армысыздар, бүгін сіздермен негіздердің химиялық қасиеттерін өтетін боламыз. Біз химиялық қасиеттерін қарастырғанда бүгін 4 жолын өтеміз. Соның ең біріншісі негіздер қышқылдық оксидтермен әрекеттесіп тұз және су түзеді. Жазып қоямыз: негіз плюс қышқылдық оксид тең тұз плюс су. Астына реакция теңдеуін жазамыз. Кез келген жаңағы суда еритін негіздерді алып қарастырайық. Мысалы, калий OH, калий гидроксидін аламыз. Оған біз қышқылдық оксид қосқан кезде, мысалы қышқылдық оксид CO2. Сіздер оксидтер тақырыбында өтетін боласыздар бұл қышқылдық оксид не екенін. Сонымен қышқылдық оксидті қосқан кезде бізде тұз және су түзілу керек. Тұз бізде калий 2 CO3 плюс су түзіледі H2O. Енді біз реакцияға дейінгі калий гидроксидін алдына 2 қойсақ, бізде реакция тең болады. Енді екінші жолын қарастырып өтетін болсақ, негіздердің екінші химиялық қасиеті бұл маңызды қасиеттерінің бірі. Бұл қасиеті негіздер қышқылдармен әрекеттескен кезде тұз және су түзеді. Жазып қоямыз: негіз плюс қышқыл тең тұз плюс су. Негізді аламыз. Мысалы, литий гидроксидін алайық. Литий OH плюс қышқыл. Мысалы, күкірт қышқылын алайық. Көп қолданыста болатын H2SO4 тең болады бізде тұз және су дейді. Тұзымыз литий 2SO4 литий сульфаты плюс H2O су түзіледі. Енді реакциямыз тең ба, тең емес пе, соған көз жүгіртетін болсақ, литий OH. Литий реакцияға дейін біреу болып тұр. Енді тең емес болып тұр. Литий 2 болу үшін алдына 2 қоя саламыз. Сутек санаймыз. Сутек реакцияға дейін 2, 2-ні қоссаң 4. Реакцияға дейін 4 болып тұр, ал реакциядан кейін 2 болып тұр. Міне, алдына 2 қоямыз. Ал енді оттек санаймыз. Оттек реакциядан кейін 6, міне 4, 2, 6. Реакцияға дейін 4, 6. Сонымен реакция тең. Енді қайталап өтетін болсақ, негіздер қышқылдармен әрекеттескен кезде тұз және су түзеді. Жаздық міне негіз литий гидроксидін, оған қышқыл қостық. H2SO4 күкірт қышқылын, сол кезде бізде литий сульфаты тұз түзілді және су түзілді. Және бұл реакция бізде бейтараптану реакциясы деп аталады. Міне аталмыш реакция мынау. Бұл реакция бізде бейтараптану реакциясы деп аталады. Бейтараптану деп жазып қойып, бейтараптану реакциясы. Енді үшінші химиялық қасиетіне тоқталайық. Үшінші химиялық қасиеті бізде негіздер тұздармен әрекеттесіп, жаңа негіз, жаңа тұз түзеді. Жазып қойық: негіз плюс тұз, негіз плюс тұз тең жаңа тұз плюс жаңа негіз. Жаңа негіз деп қойық. Сонымен негізді аламыз. Мысалы, қандай негіз алсақ болады? Мысалы, натрий OH аламыз. Натрий гидроксидін аламыз. Оған біз тұз қосамыз. Мысалы, купрум хлоридін қосамыз. Сол кезде бізде жаңа тұз түзілу керек. Жаңа тұзымыз бізде натрий хлор плюс жаңа негізіміз купрум OH 2 еселенген. Мыстың эквивалентті гидроксиді. Сонымен реакция тең ба, тең емес пе, бір көз жүгіріп шығайық. Тең емес әрине, хлор сандары тең емес, хлор атомдары, сондай-ақ бізде сутек сандары
тең емес. Реакцияны теңестіру үшін реакцияға дейінгі натрий оштың алдына 2 қоямыз. Реакциядан кейінгі натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Сол кезде реакция тең бізде. Сонымен үшінші химиялық қасиеттері негіз плюс тұз тең жаңа тұз плюс жаңа негіз. Міне реакция теңдігін жазып көрсеттік. Енді төртінші химиялық қасиетіне тоқталайық. Суда ерімейтін негіздерді қыздырған кезде бізде оксид плюс су түзіледі. Біз негіздердің жіктелуін өткен кезде негіздерді екіге бөлдік. Суда еритін және ерімейтін деп. Енді төртінші химиялық қасиеттері ол суда ерімейтін негіздерге негізделеді. Мысалы, суда ерімейтін негіз қандай негіз болады бізде? Мысалы, мырыштың эквивалентті гидроксиді. Мырыш гидроксиді жазамыз. Бірінші сөзбен жазып қойық. Суда ерімейтін негізді қыздыру тең болады. Сол кезде не бізде? Оксид плюс су. Енді реакция теңдігін жазамыз. Суда ерімейтін негіз мысалы не дедік біз? Мырыш гидроксиді. Цинкум OH 2 еселенген. Осыны қыздырамыз. Қыздырудың теңдіктің үстіне Т деген әріпті жазамыз. Температураға қыздырған кезде бізде мырыш оксиді цинк О плюс су түзіледі. H2O. Реакция өздігімен тең. Сонымен негіздердің химиялық қасиетінің біз бүгін 4 жолын көрдік. Біріншісі негіздер қышқылдағы оксидтермен әрекеттескен кезде тұз және су түзілетіндігін, сондай-ақ негіздер қышқылдармен әрекеттесіп тұз және су түзетіндігін, және бұл реакция бізде бейтараптану реакциясы деп аталатынын білдік. Сондай-ақ негіздер тұздармен әрекеттеседі және тұздармен әрекеттескенде жаңа тұз және жаңа негіз түзілетінін білдік. Сондай-ақ төртінші химиялық қасиеті суда ерімейтін негізді қыздырған кезде оксид және су бөлінетінін білдік. Сонымен назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта біз оксидтер тақырыбын өтетін боламыз.